Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен жаңа сабақ заттың санын білдіретін сөздермен танысатын боламыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты санды білдіретін сөздерді білетін боламыз және орфографиялық нормаға сәйкес дұрыс жазуды, тұтас оқуды, бір-бірімізге сұрақ қоюды үйренетін боламыз. Олай болса, бірінші жаттығуды мәтінді түсініп оқимыз. Бүгінгі сабағымыздың мәтіннің аты қанша аң. Ормандағы аңдар жүгіруден жарыс өткізді. Жарысқа қатысқандардың екеуінен басқасы түлкі, екеуінен басқасы кірпі, екеуінен басқасы қоян. Сонда жарысқа қанша аң қатысты? Ал балалар, бұл мәтінді ойланып жауап берейік. Жарысқа қатысқандардың екеуінен басқасы түлкі дейді. Екеуінен басқасы кірпі, екеуінен басқасы қоян. Ормандағы аңдар қандай жарыс өткізді балалар? Жүгіруден, дұрыс. Ал енді жарысқа тағы қандай аңдар қатысты деп ойлайсың? Екеуінен басқасы түлкі, екеуінен басқасы кірпі, екеуінен басқасы қоян деп тұр. Сонда түлкіден, яғни түлкі, екеуінен басқасы түлкі деп тұрса, бұл жақта екеуі кірпі мен қоянды айтып тұр. Кірпі екеуінен басқасы десе, ол түлкі мен қоянды айтып тұр. Екеуінен басқасы қоян десе, ол кезде түлкі мен кірпіні айтып тұр. Түсінікті ме балалар? Екеуінен басқасы түлкі десе, ол екеуі кірпі мен қоян болып саналады. Ал екеуінен басқасы кірпі десе, бұл жерде түлкі мен қоянды айтады. Ал екеуінен басқасы қоян десе, түлкі мен кірпіні айтады. Түсінікті болса, бұл мәтіндегі сұраққа жауап беріп көрейікші. Жарысқа қанша аң қатысты деп ойлайсыңдар балалар? Дұрыс айтасыңдар, 3 қана аң қатысты. Олар түлкі, кірпі және қоян. Осы 3 аңды айналдырып, бізді ойландыру мақсатында қызықты мәтін берілген. Екеуінен басқасы деп 2 жануар, яғни жануарды айтып тұр. Бірақ біз шатаспай тауып алдық. Жарайсыңдар, бұл мәтін бе, әлде ертегі ме? Дұрыс, бұл мәтін. Ал екінші жаттығуға назар аударайық. Жаңылтпашты тыңдап, жатқа жаз. Ұшқыш жақсы ма, әлде 3 құс жақсы ма? Ұшқыш жақсы ма, 3 құс жақсы ма? Балалар, жаңылтпашты мұқият тыңдап, орфографиялық нормаға сай жазуымыз керек. Қанша, неше сұрақтарына жауап беретін сөздің астын сызып табайықшы. Дұрыс айтасыңдар, 3 құс. Қанша құс? 3 құс. Ал балалар, заттың санын білдіретін сөздер бізге не үшін керек? Дұрыс айтасың, құс болсын, зат болсын. Біз ол нәрсенің санын білу үшін қажет екен. Жаңылтпашты тез-тез жаңылмай айтып көрейікші. Ұшқыш жақсы ма, 3 құс жақсы ма? Ұшқыш жақсы ма, 3 құс жақсы ма? Осылай барлығымыз қайталап, тез-тез жаттап алып, бағалайық. Үшінші жаттығу. Берілген сөздердің орнына кім, не сұрақтарына жауап беретін сөздерді тауып жаз. Берілген сұрақтың соңына кім, не сұрақтарына жауап беретін сөздерді тауып жаз. 6 құрма. Неше құрма? 6 құрма. Не құрма? 8 бала. Қанша бала? 8 бала. Кім? Бала.
10 сынып нешінші сынып? 10 не сынып? 5 қатар нешінші қатар? 5 қатар. Яғни балалар, мен жазған соңғы сөздер кім, не сұрағына жауап беріп тұр. Қане өздерің осылай сөйлем құрап, астын сызып ұстазымызға тексертеміз.